Сәлеметсіңдер ме балалар? Берілген суретке қарап, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын болжап көрейік. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дәрумендердің пайдасы. Сабақтың мақсаты тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырату, одағайдың түрлерін ажырата білу және қолдану. Балалар, мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Дәрумен дегеніміз не? Дәруменнің қандай пайдасы бар? Дәруменнің қандай түрлері бар? Адамның ағзасында қандай дәрумендер болады? Тыңдалым тапсырмасы, 3-ші тапсырма. Адамның толып семіздікке душар болуына шектен тыс тоя тамақ жеуде әсер етеді. Диетолог дәрігерлер күнделікті дұрыс тамақтануға қажетті тағам түрлерін 6 топқа бөледі. Ағзаға қажетті ақуыз, май, көміртегі, дәрумендер мен минералды тұздар сүзбе, сүт, қаймақ, айран, ірімшік, құрт, құрғақ сүт, қымыз, шұбат тәрізді тағамдарда мол болады. Ет, шұжық, балық пен жұмыртқаның құрамында өте пайдалы ақуыз бар. Олардың құрамында ақуыздан басқа майлар, көміртегі, дәрумендер мен минералды тұздар да бар. Күніне 500 грамм айран не сүт ішіп, 150-200 грамм ет жеген адам ағзаға қажет бір тәуліктік ақуыз алған болып есептеледі. Осылайша майды, түрлі дәрумендерді, минерал тұздарын, көміртегін ескере отырып, тағамдардың түр-түрін әзірлеуге болады. Жаз, көктем және күздің алғашқы айларында ет азырақ пайдаланылады. Етті шамадан тыс, әсіресе жатар алдында көп жеп, сорпасын ішу бүйрек пен жүйке жүйесіне, бауырға ауыр соғады. Жеген етті қорыту үшін асқазаннан мөлшерден артық сөл бөлініп, оның соңы асқазан жарасы ауруына соғуы ықтимал. Орта жастағы адам үшін тәулігіне 150-200 грамм ет жеткілікті. Балық тағамдарын жиірек пайдалану тиімді. Олар ағзаға өте пайдалы. Балық еті мал етіне қарағанда ағзаға жеңіл және тез сіңеді. Ағза үшін өсімдік майы пайдалы. Сондай-ақ нанның құрамында триптофан, метионин, лизин деген құнды амин қышқылдары аз. Әсіресе семіруге бет алған адам нанды аз мөлшерде пайдалануы тиіс. Сөйтіп, күнделікті тағамға ет, тауық еті, көкөніс пен жемістерді қажетті мөлшерде пайдалану денсаулығымызды сақтауға көмектеседі. Адамның ойлау қабілеті барынша толық түрде жүзеге асуында минералды заттар мен микроэлементтерде көп қызмет атқарады. Адам миына оттегін эритроциттер арқылы жеткізуге көмектесетін темір элементі етте, көкөніс пен жемістерде, әсіресе алмада көп. Ойлау қабілетінің белсенділігін арттыратын мырыш пен мыс, картоп, қарабидай дәні мен төсті қырыққабатта кездеседі. Есте сақтау қабілетін арттыратын лецитин жаңғақта, тауық жұмыртқасында, сары майда, макрель мен сельд балықтарында бар. Жүйкені нығайтатын кальций мен магний элементтері тауық етінде, йогурт пен ірімшікте, сондай-ақ бізде көп кездесе бермейтін авокадо мен манго жемістерінде кездеседі. Балалар, тыңдалым мәтінінде кейбір сөздер сіздерге таныс емес болар. Триптофан ересектердегі азот балансы және нәрестелердегі өсу сияқты бірнеше маңызды мақсаттарға қызмет ететін маңызды амин қышқылы. Метионин көптеген ақуыз құрамына кіретін адам тамақтануына аса қажетті амин қышқылы. Лизин диаминокапрон қышқылы алмаспайтын амин қышқылы. Балалар, қазір 3-ші тапсырманы орындаймыз. Сурет берілген. Суреттегі жемістердің бірін таңдап, жарнама дайындайсыздар. Жемістің пайдасы туралы ақпарат осы жарнамада қамтылуы тиіс. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.